Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Қазақ тілі сабағына қош келдіңіздер. Бүгінгі сабақтың тақырыбы табиғатты қорғаймын. Жатыс септігі. Бүгінгі сабақта сіздер зат есімді септеу, тәуелденген сөздердің септелуін білесіздер. Өткен сабақта сіздер септік жалғауларымен танысқан болатынсыздар. Олай болса, қазір я жоқ ойынын ойнайық. Сөйлемдегі сөздерді байланыстыру үшін жалғанатын жалғауларды септік жалғауы деп атайды. Я, қазақ тілінде 8 септік бар. Жоқ. Атау септігі кімді, нені деген сұрақтарға жауап береді. Жоқ. Барыс септігі кімге, неге деген сұрақтарға жауап береді. Я, табыс септігі кім, не деген сұраққа жауап береді. Жоқ. Ілік септігі атау септіктегі ның-нін, дын-дін, тын-тын жалғаулары жалғану арқылы жасалады. Есінде сақта. Жатыс септігіндегі зат есімдер кімде, неде, кімдерде, нелерде, қайда деген сұрақтарға жауап береді. Жатыс септігі атау септігіндегі сөзге да, де, та, те жалғаулары жалғану арқылы жасалады. Бұл жалғауларды жатыс септік жалғаулары деп атайды. Мысалы, мен де табиғатты қорғаймын. Тапсырма: жұмбақты оқып, шешуін тап. Қыста ғана болады, ұстасаң қолың тоңады. Дұрыс айтасыздар, бұл қар. Ендеше мына тапсырмаларды орындайық. Қарамен жазылған сөзге сұрақ қой. Оның жалғауын тап. Бұл сөз қай септікте тұр? Жарайсыздар. Қыста. Сұрағы қайда? Түбірі қыс, та, жатыс септігінің жалғауы. Бұл тапсырма орындау барысында мынандай қадамдардан өтіңіздер. Келесі тапсырма: мақал мәтелдерді оқып, жатқа жаз. Балапан ұядан не көрсе, ұшқанда соны іледі. Ерлік білекте емес, жүректе. Келесі тапсырмаларды орында. Жатыс септігіндегі сөздердің астын сыз. Оларға сұрақ қой. Жақсы, тапсырманы тексерейік. Ұяда, неде? Түбірі ұя, да, жатыс септігінің жалғауы. Білекте, сұрағы неде? Түбірі білек, те, жатыс септігінің жалғауы. Жүректе, сұрағы неде? Түбірі жүрек, те, жатыс септігінің жалғауы. Жарайсыздар. Осы тапсырмаларды орындау барысында сіздер мынандай қадамдардан өттіңіздер.
Қорытынды. Жалғасын тап ойынын ойнайық. Сөздерді оқы. Сөздерге жатыс септігін жалғауын жалғау қажет. Тапсырманы тексерейік. Өзенде, жайлауда, қыста, көгенде. Жарайсыздар. Ендеше бүгінгі сабақта біз нені меңгердік? Дұрыс айтасыздар. Зат есімді септеу, тәуелденген сөздердің септелуін меңгердік. Өзіндік жұмыс. Оқулығымыздағы 30-шы бет, 61-шы жаттығу. Сурет бойынша әңгіме құрастыр. Құрастырған әңгімемен, оқушымен, сыныптастармен, ұстаздармен бөлісуді ұмытпа.